Әрі қарай ойсақ, Павлодарда аутизмі бар балаларға арналған оңалту орталығы ашылады. 100 баланы қамтитын мекеме келесі айдың басында қолданысқа берілуі тиіс. Онда ойын, сенсорлы бөлмелер, тігін және ұсталық кабинеттер болады. Павлодар облысының әкімі Әбілқайыр Сқақов аутизмі бар балаларға арналған күндізгі орталықта жөндеу жұмыстарының барысымен танысты. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Альмира Дюсипованың айтуынша, жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын. Келесі айда орталық балаларды қабылдай бастайды. Да, мы, короче, сейчас второй этаж закончили, остался только первый этаж покрасить. Ну, согласование очень долго происходит. По сей день мы не согласовали. Мебель готова? Мебель привезли полностью. Ждет. Нет, она здесь у нас стоит. Хорошо. Келісімнің ұзақ жүргізілуіне және құрылыс материалдарының Ресейден әкелуіне байланысты нысанның қолданысқа берілуі кешігіп отыр. Аймақ басшысы орталықты желтоқсан айының басында іске қосуды тапсырды. Орталық бұрынғы әкімшілік ғимараттың орнында пайда болады. Айта кетейік, ғимараттың қасбетін жөндеуге, абаттандыруға және көлік жай салуға 56 миллион теңге бөлінді. Ішкі үй-жайларды жөндеу үшін 22,4 миллион теңге қаржы қарастырылған. Қуандық Танабас, Самал Қалиқызы, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.